Ғапылдық қайдан туады десеңіз, ең әуелгісі, ғапылдықтың ең басты себебі ол дүние мүлікті жақсы көру. Дүниені жақсы көру. Дүниеге байлану. Осы дүниеде өмір бақи өмір сүретіндей сену. Біз мұсылмандар олай сенбейміз. Біз мұсылмандар бұл дүниеден кейін ақырет бар деп сенетіндерміз. Себебі біз жалпы бұл жердікі емеспіз. Қанат имамымыз екеуміз сөйлесіп келе жатырмыз. Біз жалпы бұл жердікі емеспіз. Біз қай жердікіміз? Біз түбіміз Адам алейхиссалам жәннаттан түскен. Біз негізі топырағымыз отан жәннатта. Біз сол үшін бұл жерде не қылмаймыз? Жанымыз жай таппайды. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді бір хадисінде, мына дүние мұъминнің несі? Тозағы. Мағжан Жұмабаев бір өлеңінде айтады, мына дүние абақты ғой саналы жанға дейді. Мына дүние кімге? Сәл санасы бар адамға абақты ғой, шын түсінсең.